сайлауға түсіп жатқан кандидаттардың жоспарын қарап отырмын. Жақсы, керемет жоспарлар бар. Соның ішінде сіздің неңізде мәдениет жаңа саласының қызметкерлері деп айтып отырсыз. Шындайында да мәдениет саласының қызметкерлері былай уақытпен санаспайды ғой, оларда уақыт деген, санасу деген болмайды. Енді мәдениетті тоқтатуға еш уақытта да болмайды. Сондықтан сол пікірің ұнап отыр маған. Аманат партиясының халықпен бірге атты мынау республикалық біздің бағдарлама 10 тармақтан тұрады, соның 20-шы бетте мынандай бір қуанышты хабар бар мәдениет саласының қызметкерлеріне. Біздің жалпы бағдарламамызда мәдениет, мұрағат және кітапхана қызметкерлерінің жалақысын 2 есеге арттыратын болады. Яғни алдағы 1-2 жылда осы 3 саланың қызметкерлеріне 2 есе, ровно 2 есе. Бірақ та бұнымен тоқтамайды, инфляцияға байланысты ары қарай да жаңа өсу жоспарланып отыр. Құрманғазының елі дейміз, Дәулеткерейдің елі дейміз, мақтанған кезде Сейтек біздің топырақтан дейміз. Бірақ осы кейінгі ақсақалдарымыз бар бізде, осы күйшілер. Мысалы енді Ермек Қазиев ағамыз бар қазір. Кейінгі жастар біліңкіремейді мысалға. Ермек Қазиев ағамыз десе, колледжге келіп бір кездесу ұйымдастырып, сол жерде ағамыз тәлім тәрбиесін айтып, бір-екі күйін тартып кетсе, ол қаншама балаға мысалға стимул болады. Ал сондай дүниелерді мысалға Алматы қаласы жасап, мысалы қолдап отыр да. Барлық мектеп тарапынан да, мәдениет тарапынан да, спорт барлығымыз атсалыссақ, мынандай өзгеріс болады негізі мәдениетке. Менде осы сөздер, өлеңдер. Ұлтымыздың рухын көтеріп жүрген Дәулеткерей атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрінің дирижері, мәдениет саласының үздігі, мемлекеттік дарын жастар сыйлығының иегері Жарас Сатуалиевтің орындауындағы әдемі бір күймен аяқтаса. Жақсы болады. Құрманғазы атамыз Адай күйін орындап береді.